Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздермен бірге осындай диеталық тағам жасаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сонда ғана біздің видеоларымыз сізге жететін болады. Біздің диеталық тағамды жасау үшін бізге бұйра капуста, жасыл бұршақ, сарымсақ, сәбіз және тауықтың төсінің еті керек. Тауықтың етін тураған кезде оның терісін алып тастаймыз. Оны ұсақтап бөлшектеп тураймыз. Сәбізді де ұсақтап тураймыз. Бұйра капустамызды да ұсақтап тураймыз. Оның ішінде дәрумендік құрамдар өте көп болады, сол үшін біз оны диеталық тағамға қосып отырмыз. Немесе осындай үкіштен өткізіп алсақ болады. Міне керекті заттардың бәрін дайындап алдық, ал енді қуырайық. Тағамымызды зәйтүн майымен қуырған дұрыс болады, себебі ол адамды оңайшылықпен семіртпейді. Сол үшін сіздерге де зәйтүн майын пайдалануға кеңес беремін. Бұл диеталық тағамды сіздерге жасауға ұсыныс беремін, себебі оның пайдасы өте көп. Егер сіз осы диеталық тағамды үзбей тұтынсаңыз, онда сіз бір айда 5 кг мен 7 кг дейін салмақ тастай аласыз. Және де сіздің денсаулығыңызға пайдасы өте зор, қаныңызды тазартады, кальций құрамын арттырады. Және де бұл тағамда С дәрумен молынан кездеседі. Егерде ұзақ уақыт бойы осы тағамды тұтынсаңыз, өзіңіздің кәдімгідей жеңілдеп қалғаныңызды сезесіз. Жасыл бұршақты қосқаннан кейін 2 минут бойы қуырамыз. Маған бұл тағамның өте қатты ұнайтын жері ол тек қана арықтатып, денсаулыққа пайдасын тигізіп қана қоймай, дәмі де сондай дәмді. Бұл өте тойымды тағам, аз ғана жесеңіз қарныңыз ашпай күні бойы жүре бересіз. Бұйра капустаны ұсақтап турап алғаннан кейін, оны да қосып араластырамыз. 5 минут бойы қуырамыз. Бұл тағамды баяу отта қуырамыз. Екі-үш минуттан кейін аз мөлшерде соя тұздығынан және де қара бұрыш ұнтағы, сосын бір қасық тұзды қосып қуырамыз. Жақсылап қуырып 5 минуттан кейін ала берсек болады. Міне біздің әрі тез, әрі оңай дайындалатын тағамымыз дайын болды. Бұл тағам дәмді және де денсаулыққа өте пайдалы. Видео ұнаса, лайк басып каналға жазыла кетіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңызды комментарийға қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап береміз.